Түрік қағанаты құрылған уақыт 552 жыл. Құрушы Бумын қаған жужандарды жеңіп, және де астанасы Суяб, орталығы аумағы Алтайдан Каспий теңізіне дейінгі жерлерді алып жатты. Мемлекет құрылымы мемлекеттің басшысы қаған болды, және де одан кейін Яғбушат, Елтебер сияқты өздерінің көмекшілері болды. Түрік қағанаты 603 жылы екіге бөлінді: шығыс түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты Жетісу орталығын, ал шығыс түрік қағанаты Монғолия орталығын иемденген еді. Және де түрік қағанатының маңызы бірінші түрік атауын алып келді, және де ол Ұлы Жібек жолымен сауда жасасып ірі деңгейлерге жетті. Түрік қағанаты Ұлы Жібек жолы арқылы өзінің білімін және дінін, мәдениетін үлкен деңгейде қалыптастырды. Бірінші кезекте айтатын болсақ, Жібек жолы арқылы түрік қағанаты Иран, Қытай, Византия сияқты елдермен арақатынас жасап, және ол елдермен арақатынас жасалғаннан кейін түрік қағанатында медицина, математика, ғылым жүйесі де дами бастады. Сөйтіп түрік қағанаты сол Ұлы Жібек жолында неше түрлі діндерде алып келді түрік жеріне. Мысалға ислам, буддизм, христиан сияқты. Және де түрік қағанатының ең бірінші озықты жетістіктерінің бірі сол кездегі түрік қағанатының өзінің жазуы болған еді. Ол жазу Орхон Енисей жазулары, руна жазулары деп аталатын. Ол руна жазулары Орхон Енисей үңгірінде табылған болатын. Және де түрік қағанатының ең билеушілері алып ескерткіштердің бірі Күлтегін ескерткіштері. Және де түрік қағанатының көшпелі мал шаруашылығын қолдады. Әскери салты олар атпен шабуылдауды және де садақ ату, қылыш сияқты бұйымдармен жұмыс жасады. Түрік қағанатының сол кездегі қол өнерімен саудасы, қол өнері түркілерді сол кезде көп мемлекет теміршілер деп атаған. Діни наным сенімі түркілердің діни наным сенімі, олар көк тәңірге табынды, және де ата-баба рухына табынған болатын. Құлдырауы 7 ғасырдың соңы ішкі қырғыз бен Қытай тан әулетінің ықпалынан кейін түрік қағанаты батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты деп бөлінді 603 жылы. Шығыс түрік қағанаты Жетісу жерінде болса, батыс түрік қағанаты Жетісу жерінде, ал шығыс түрік қағанаты Монғолия жерінде өздерінің мемлекеттерін ары қарай жалғастырды өмір сүру салтын. Батыс түрік қағанаты 674 жылдары астанасы Суяб, халқы оны оқпудың жүйесін қолданды, және саяси жағдайы Жібек жолымен қатты тығыз сауда жасасып, Иран, Византия деген елдермен тығыз байланыста болды. Сөйтіп 704 жылы құлдырауға ұшырап, мемлекет өз билігін тоқтатты. 744 жылдары өмір сүрді. Билеушісі Елтеріс, Күлтегін, Білге қағандар болды, және де орталығы Өтікен, оның аумағы орталық Азия, Монғолия жері болды. Және де шығыс түрік қағанатының мәдениеті, шығыс түрік қағанаты батыс түрік қағанатына қарағанда көбінесе Орхон Енисей жазулары, Күлтегін ескерткіштері сол өңірлерде пайда болған делінеді. Және де мал шаруашылығы, көшпелі мал шаруашылығы ыдырауы ұйғыр шапқыншылығынан ыдырауға түскен болатын. Және де батыс түрік қағанаты 600-704 жылдары өмір сүрді. Билеушілері Семей әулеті болды, орталығы Суяб. Және де батыс түрік қағанатында мәдениеті жақсы дамыған мәдениет, шығыс түрік қағанатына қарағанда. Ол батыс түрік қағанатында Ұлы Жібек жолы саудасы қарқынды жүрді. Ол батыс түрік қағанаты Қытай, Иран, Византия елдермен тығыз мемлекет, тығыз үстемдікте болды. Мәдениеті, шығыс түрік қағанатының мәдениеті Жібек жолының батыс бөлігіндегі үстемдігі деп айтады көбінесе. Және де аумағы Жетісу оңтүстік және Қазақстан және де шығыс Түркістан жерлерінде болған делінеді. Шаруашылығы, мал шаруашылығы. Ыдырауы ішкі талас, түргештердің ыдырауы болды. Сөйтіп батыс түрік қағанаты 704 жылы. Түргеш қағанаты батыс түрік қағанаты ыдырауға түскен жылдары 704 жыл.
сол жылы түргеш мемлекеті құрыла бастайды. Түргеш мемлекетінің өмір сүрген жылдары 754-756 жылдар. Орталығы Суяб-Тараз және де аумағы Жетісу жері болды. Билеушілері Үшлік, Сұлу қаған және мәдениеті түркі дәстүрлері қалалар мәдениетін ары қарай жандандырды. Және де шаруашылығы, қол өнер, жер өңдеу, мал шаруашылығымен айналысты. Маңызы түргеш мемлекетінің маңызы араб-қытайлармен соғысып Жетісу жерін қорғады. Ыдырауы ішкі саясаты және де қарлықтар соғысынан кейін 756 жылы түргеш мемлекеті өзінің үстемдігін тоқтатты. Қарлық мемлекеті 756 жылы түргеш мемлекеті ыдырауынан кейін Қарлық мемлекеті құрылды. Қарлық мемлекетінің өмір сүрген жылдары 756 және 940 жылдары өз билігін үстем етті. Астанасы бастапқыда Суяб, кейіннен Баласағұн қаласына ауысты. Аумағы Жетісудың шығыс бөлігімен Түркістан жеріне дейін жетіп жатты. Билеушілері бастапқыда жабу титулын ұстанғанымен, кейіннен қаған атағын алды. Мәдениеті қарлықтар Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан егіншілік, қол өнер және де қала мәдениеті жақсы деңгейде дамыды. Сөйтіп, негізінен Қарлық мемлекеті ең алғашқы ислам дінін ұстанған түркі тайпаларына кіреді. Ислам діні жақсы деңгейде тарала бастады Қарлық мемлекеті кезінде. Және де саяси жағдай Қарлық мемлекеті арабтармен, қытайлармен, қырғыздармен, ұйғырлармен жақсы қарым-қатынаста, жақсы саяси қатынас жасады. Сөйтіп 840 жылы ұйғыр қағанаты құлаған соң Жетісу Түркістанның шығыс жағын ықпал етеді. Сөйтіп шаруашылығы, мал шаруашылығы және суармалы егіншілікті дамыта бастайды. Сөйтіп қала мәдениеті өркендеп, керуен саудасы пайда болады. Тарихи маңызы Қарлық мемлекеті негізінен Қарахан әулетінің құрылуына негіз болады. Сөйтіп ыдырауы батысынан қимақтар және шығысынан оғыздардың қысымынан 940 жылы өз үстемдігін тоқтатады. Оғыз мемлекеті 9 ғасыр мен 11 ғасыр аралығы. 9 ғасырдың соңында Сырдарияның төменгі ағысымен және Арал теңізінің маңында Оғыз мемлекеттері жиналып, Оғыз тайпалары жиналып мемлекет құрады. Астанасы Янкикен, Жаңақузей қаласы және де аумағы Сырдария аумағы, Каспий, Арал теңіз маңы және де Жетісудың батыс бөлігі болды. Билеушісі Ябу деп аталды. Оның көмекшілері Көл еркін, Суябшы дейтін қызметтер атқарды. Мәдениеті көшпелі мал шаруашылығын қолданды және де сонымен бірге қала мәдениеті және ислам діні тарай бастады. Саяси жағдай қыпшақтармен, қазарлармен, саманилермен, қарахандықтармен жақсы қатынаста болды. Солай өздерінің ішкі қақтығыстармен қыпшақтардың қысымнан әлсіреп 11 ғасырда ыдырап кетті. Шаруашылық негізгі кәсібі мал шаруашылығы болды және де олар Сырдария жанындағы егіншілікпен, саудамен айналысты. Маңызы Оғыз мемлекетінің ішінен жиналып Оғыз мемлекетінің бір бөлігі Кіші Азияға қоныс аударып, Селжұқ мемлекетінің және қазіргі Түркия мемлекетінің халқының негізін қалады. Ұйғыр қағанаты 744 жылы Батыс түрік қағанаты құрылғаннан кейін ұйғыр тайпалары ұйғыр мемлекетін құрады. Астанасы Орда-Бұлақ, аумағы Монғолия жері, Енисей өзені, Алтай шығыс таулары және Түркістан аймақтарын қамтыды. Билеушілері қаған атағын алды. Ең белгілі билеушісі Баян-Шор болды. Мәдениеті Орхон жазуын және ұйғыр жазуын қалыптастырды. Сөйтіп олар буддизм, манихизмді таратты. Қала мәдениеті дамыды. Саяси жағдай Қытай тан әулетімен тығыз қарым-қатынаста болды. Олармен сауда жасасты. Ұйғырлар түргештерді, қарлықтарды бағындырды. Құлдырауы 840 жылы Енисей қырғыздарын шабуыл жасап,
Солай қысымына шыдамай 840 жылы ыдырап кетті. Ұйғырлардың бір бөлігі Шығыс Түркістанға, қазіргі Шыңжаң, Қытайдағы Шыңжаң қаласына қоныс аударды. Тарихи маңызы ұйғырлар түркі жазба мәдениетін ары қарай жандандырып қона қоймай, кейінгі түркі халықтарының мәдениетіне ықпал етті.